Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында дайындалатын өте дәмді әрі пайдалы дәруменге бай ас ірімшікпен бөлісемін, яғни сыр. Сыр жасауды үйден қалай жасауға болатынын толыққанды бүге-шүгесіне дейін қыр сырымен үйрететін боламын. Ол үшін менімен бірге болып каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл кәдімгі дүкеннің сыры сияқты болып шығады, және пиццаға да пісірсеңіздер өте күшті созылмалы болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге керекті заттар сүт, яғни сүт қаймағы алынған болу керек. Қаймағы алынған деген сөз машинадан өткен қаймағы алынған аврот болу керек. Былайша айтқанда аврот деп айтады. Сондықтан біз қаймағы алынған 2 литр сүт, 1 кило 200-300 грамм творог, яғни сүзбе болсын, творог болсын, барлығы бірдей, ащы болсын, тәтті болсын, және 3 жұмыртқа, 3 ас қасық сары май, және 1 ас қасық тұзбен 1 шай қасық тұзбен 1 шай қасық ас содасы керек болады. Оттың астын баяу етіп, газдың үлкен камфорына қоямыз, және қазанымызға сүтті құйып, ол қанжылынан чуть ыстылаған кезде барлық сүзбемізді саламыз. Барлығын біркелкі салып жібересіздер. Және де барлығы салынғаннан кейін оны араластырып тұрамыз міндетті түрде. Енді осыдан кейін араластырып, қолымызды үзбей араластыруымыз керек, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Мінекей достар, где-то бір 20 минуттай араластырған кезде бізде сүттен көк суы бөлініп шығады, және ірімшіктеріміз бір-біріне жабысқан болып шығады. Тап-таза осылай су бөлінген кезде уже бізде дайын деген сөз. Енді біз сүзбеге сеткімізға осы суды бөліп аламыз. Міне достар, осылай сеткімізға суды бөліп аламыз, бірақ мұнда әлі де су бар. Сіздердің сырларыңыздың қатты, я болмаса жұмсақ болып шығуы осы сүзілген суға байланысты. Яғни бір тамшыда су қалмай, барлығын қолдарыңызбен қатты қысып, қазанымызға саламыз. Мінекей барлығын қысып тазалап судан арылтасыздар, және осыған қазанымызға салып, үстіне сары майды, тұзымыз бен содымызды саламыз, және барлығын біркелкі айналдыра береміз. 5 минуттай, 10 минуттай енді айналдырасыздар. Мінекей кішкене 10 минут өткен кезде, осындай созылмалы болып шығып отырған кезде 3 жұмыртқамызды салып жібереміз. Міне енді барлығын бірге араластырып, жаңағы салған 3 жұмыртқамызбен. Енді осы кезде мұқият боласыздар. Өйткені жылдам араластыру керек, және де қолымызды 1 секундқа да үзбеуіміз керек. Бар күштеріңізбен былғайсыздар, және қатты араластырасыздар. Және араластырған кезде қолымыздағы затымызбен астынан жоғарыға қарай батырып тұрып аласыздар, яғни қазанның асты жабысып қалмау керек. Мінекей қыздар, дайын болып келе жатқан кезде барлығы осылай жаңағы ірімшіктеріміздің іртік болмау керек, осылар шешіліп келе жатады жайлап. Ол әркімде әртүрлі, сіздердің бұлғауларыңызға байланысты. Біреулердікі 20 минутта тез бұлғағанда сразу дайын болады, біреулердікі жай бұлғаса 40 минутта дайын болады. Сондықтан өздеріңіздің бұлғау әдістеріңізге байланысты сүзбе осындай ірімшікке айналады. Және міндетті түрде алдын ала ыдысымызды дайындап қоямыз. Таза ыдысқа ішін сыртын барлығын тазалап сүртіп, қазанымызды сразу алып төңкеретін жерді дайындап, барлығын дайындап аламыз. Мінекей қыздар, менің сырым дайын болып қалды. Мен осыны алып, сразу ыдысқа төңкеріп алам, жерге қоямда сразу. Бірден төңкересіздер, өткені, немесе қастарыңызға бір адам алып, қазанды ұстап, сіздер төңкеріп алсаңыздар да болады. Ұстап тұратын кісі керек болса. Өткені тез төңкеріп алу керек, өткені ол жабысып қатып қалады сразу. Міне, дайын қылып төңкеріп алдым. Мен осының үстіне салафанмен жауып, 1 сағат үй температурасында суытып, 3 сағатқа холодильникке салып қоямыз.
сол кезде біздің сырымыз дайын болады. Мінекей біз ыдысымыздан босаттық. Менің сырым уже дайын, қолдануға болады. Өте дәмді әрі пайдалы болып шықты. Кәдімгі дүкендікінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Достар, сондықтан үй жағдайында жасап қараңыздар. Кәдімгі иілгіш, созылмалы, пиццаға қолдансаңыздар да өте дәмді болып шығатын, кәдімгідей балаларыңыз сүйіп жейтін ас болып шығады. Мысалы, менің балдарым өте қатты жақсы көреді. Каналға тіркеліп, лайк басуды және комментарийға өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады.